Сен дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажыратасың, сөздегі дыбыс түрлерін дұрыс дыбыстауды үйренесің. Балалар, мен сабағымды жұмбақтан бастағым келіп тұр. Жасыл ала дөңгелек, бақшада жатыр дөңгелеп. Жұмбақтың жауабы не деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар балалар. Қарбыз деген сөзге дыбыстық талдау жасап көрейік. Қарбыз деген сөзде 6 дыбыс, 6 әріп бар. Қарбыз деген сөз қандай дыбыстан басталып тұр? Қ дыбысынан басталып тұр. Балалар, өткен сабақты есімізге түсірейікші. Өткен сабақта біз дыбыстың түрлерін өттік. Дыбыстар екіге бөлінеді. Олар дауысты дыбыстар және дауыссыз дыбыстар. Дауысты дыбыстар мен дауыссыз дыбыстарды бір-бірінен қалай ажыратамыз? Ойланып көрейік. Дауысты дыбыстарды біз өкпеде шыққан ауа кедергісіз шықса, онда ол дауысты дыбыстар. Ал өкпеден шыққан ауа кедергіге ұшырап және созылуға мүмкіндік болмаса, ол дауыссыз дыбыстар. Олай болса, қарбыз деген сөздегі қ дыбысы, балалар, дыбыстың қай түріне жатады? Дауысты ма әлде дауыссыз ба? Қ дыбысы дауыссыз дыбыс, себебі өкпеден шыққан ауа кедергіге ұшырап шығып тұр. Балалар, тақтаға назар аударайық. Бізге ребус берілген. Ребусты бірге шешіп көрейікші. Қандай сөз көріп тұрмыз? Ас деген сөз көріп тұрмыз. Және кімнің суретін көріп тұрмыз? Ата, ас атасы, нан деген мақал шықты. Келесі кезекті тамақтануға байланысты видеоролик ұсынамын. Түскі асқа не алғанымыз дұрыс? Қане көрейік. Бүгін пицца, гамбургер, көкөніс салаты қосылған, ысталған балапан еті бар екен. Майы аз, әрі балғын көкөністер қосылған балапан еті жеңіл, әрі құнарлы тамақ. Сондықтан осыны алайық. Түскі асқа ақ наннан гөрі құнарлы заттарға байырақ, құрамында сіңімді заттар көп. Қара бидай нанын таңдаған дұрыс болар. Кейде осындай тағамдардың арасынан құнарлылығын таңдау қиынға соғуы мүмкін. Қытырлақ картоп қуырылып жасалады және тұзы мен майы көп болады. Алғың келсе, қуырылғаннан гөрі пісірілген, майы азырағын таңдағаның дұрыс. Мен тұздалмаған жаңғақты таңдар едім. Себебі оның құрамындағы протеиндер бұлшық еттердің жетілуіне ықпал етеді. Нешеміз? Біз әдетте шырындар пайдалы деп ойлаймыз. Бірақ оларға қант қосылған болуы мүмкін. Шоколад немесе құлпынай қосылған сүттердің де құрамында қант көп. Сондықтан майлылығы төмен, қарапайым сүт немесе жай ғана су ішкен жөн. Ас адамның арқауы дейді халқымыз. Деніміз сау, қоғамға пайдалы азамат болып өсу үшін ішетін тамағымызға әрқашан мән беруіміз керек. Видеоролик балалар дұрыс тамақтану туралы болды. Енді осы видеороликте кездескен нан деген сөзіне дыбыстық талдау жасап көрейікші. Нан. 3 әріп, 3 дыбыс, 1 дауысты дыбыс, 2 дауыссыз дыбыс. Мен сіздермен артығын алып таста ойынын бастағым келіп тұр. Дайын болсаңыздар, бірге бастайық. Сіздерге 4 сөз берілген, соның ішінен 4-еуінің 1-еуін артық. Сүт, ірімшік, йогурт, қытырлақ картоп. Бұл жерде артығы қытырлақ картоп. Көкөністер, жаңғақ, май, бұршақ. Бұл жерде артығы әрине май. Келесі, кәмпит, банан, шабдалы, алма. Бұл жерде әрине артық сөз кәмпит. Келесі, қызанақ, сәбіз, қызылша, торт. Бұл жерде артық сөз торт. Жарайсыздар балалар, сіздер тапсырманы дұрыс орындадыңыздар. Балалар, бүгінгі сабақты қаншалықты меңгергендеріңізді білу үшін мен сіздерге сұрақтар дайындап қойдым. Сол сұрақтарға назар аударайық. Қай дыбыстар қатары өкпеден шыққан ауаның кедергісіз шығуынан жасалынады? А нұсқасы Р, И, Л.
В нұсқасы ы, о, ө, с нұсқасы к, л, а. Дұрыс жауапты жазып отырыңыздар. Келесі, дауысты дыбыстарды тап. А нұсқасы а, ә, е, о, ө, о, ү, ы, е, и, у, ю, я. В нұсқасы б, в, г, ғ, д, ж, з, и, л, м, н, ң, р. С нұсқасы к, қ, п, с, т, ф, х, ц, ч, ш, ч, у. Дұрыс нұсқасын жазып отырыңыздар. Қазақ әліпбиінде қанша дауыссыз дыбыс бар? А 20, В 22, С нұсқасы 25. Енді балалар, жауаптарымызды бірге тексерейік. Дұрыс жауаптары қай дыбыстар қатары өкпеден шыққан ауаның кедергісіз шығуына жатады? В нұсқасы дұрыс. О, Ө. Екінші сұрақ, дауысты дыбыстарды тап. А нұсқасы дұрыс. А, ә, е, о, ө, о, ү, е, и, ю, я. Үшінші сұрақтың дұрыс жауабы. Қазақ әліпбиінде қанша дауыссыз дыбыс бар? С нұсқасы 25. Жарайсыздар балалар. Келесі сауат ашу сабағында кездескенше.